Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Сіздерге бүгін домбыра тартудың оңай әдісін айтатын болам. Мән беріп тыңдаңыздар. Домбыра тартудың оңай әдісі шықты. Ол яғни сандар арқылы үйрену. Мына сандарды тек қана санап табасыздар. Мысалы, үстіндегі санды домбырада үстінен басасыздар, астындағы санды астынан. Мына жерде 0 саны, яғни ешқандай пернені баспаймыз деген сөз. 0 болса, ешқандай пернені баспайсыздар. Үстінен ештеңе баспаймыз. Үсті деп отқанымыз мына үсті, асты деген мына асты. Яғни мынау 1 болады, мынау 2, 3, 4 кете береді. Мысалы, үстінде 0, ештеңе басылмайды, перне астынан да басылмайды. Қағыс төменге тартамыз. Мына 2 сан 1 қағыс болады. Төмен, міне 1 қағыс. Төмен деген бұлай. Жоғарыдан қолды төменге қарай түсіреміз. Осыны төмен қағыс деп атайды. Міне 1 қағыс. 0 мен 0 басқан жоқпын мына жақтан. Ал келесісі 0 мен 2. Астынан екінші пернені басамыз. Қағыс жоғарыға, яғни жоғарыда тартамыз. Төменге, жоғарыға. Екінші пернені астынан басамыз. 1, 2, жоғарыға. Сонда 2 қағыс болды. Сосын үшінші пернені басамыз. Екінші перне. 3, 5, 3. Сонда бұлай болды. Мұндай музыка шығады сонда. Көрдіңіздер ме? Қарапайым сандарды табу арқылы сіздер үйрене аласыздар. Ешқандай қиын емес. Тек мына сандарды санап табасыздар. Осылай тұрғанда міне скриншоттап алсаңыздар болады. Домбыра болса тартып көріңіздер, үйде өте оңай. Төбесінде қағыстары төменге, жоғарыға, төменге, жоғарыға. Мынау бірге айтатын сөздері дайын тұр. Міне барлығы дайын жазылған. Мен қазақпын әні бар, сосын аягөз қайда барасын әні бар. Міне осы әдіспен жазылған. Сосын адай күйінмен үйретіп жатырмын видеода, бірақ осылай сандар арқылы жазылған қағазда бар адайдың. Мысалы, видеодан айтқаннан көрі, мына 2-ші сан, 3-ші сан деп айтып отқаннан көрі, бұлай қағаздан тез үйрене аласыздар. Қандай сан екенін қарайсыздар да басасыздар. Мысалы, 7 мен 7, 7 мен 5. Бүйтіп қарайсыздар да. Бұлай тез үйрене аласыздар. Жаңағы неденді қағаздан қарап. Өте оңай. Осы міне қарапайым сандар арқылы күйді біраз әнді үйрене аласыздар. Басқа да әндер бар. Аягөз қайда барасын әні. Міне көрдіңіздер ме? Ауылым әні бар. Бол жанымда бар. Күйлер де бар, ерке сылқым күй бар. Мынадай да күйлер бар.
домалатпай күйі бар. Осы әдіспен үйрене аласыздар. Тек мен сандарды санап табасыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мен сандар осылай бірінен соң бірі жүреді. 5. Мысалы, мынау 5-ші перне, мынау 6-ші перне. Мынау 7-ші перне, мынау 8-ші перне, 9-ші перне, 10-ші перне. 4-ші перне, 5 пен 4, 5 пен 7 былай. Осындай түрлі жаңағы күйлерді, әндерді осы оңай әдіспен тарта аласыздар. Әндердің мұндай сандар керек болса, сұраңыздар. Осындай бізде әртүрлі әндердің сандары жазылған қағаздар бар, фото ретінде бар, WhatsApp арқылы жібере аламыз. Көрдіңіздер ме?